Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочкалар жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі қажетті заттардың барлығын алдын ала дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болуы маңызды. Үстіне үй температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзды және де қантты да салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп кетуі қажет. Үстіне бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен тез-тез араластырып аламыз. Сонан соң ашытқымызды саламыз. Енді ұнымызды електен өткізе отырып, араластырып саламыз. Сонда ауа алмасып, булочкаларымыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Сонан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы қамырымыз жақсылап иленсе, сонда біздің булочкаларымыз да әдемі болып шығатын болады. 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Міне қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді бұл қамырымызды майда бөлшектерге бөлеміз. Егер булочкаларыңыз одан сайын көтерілгенін қаласаңыздар, осылай бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоюға болады. Енді қамырымызды осылай сопақша етіп жайып аламыз да, пышақтың көмегімен тура видеодағыдай кесіп аламыз. Сосын жақсылап орап жауып қоямыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетейін. Өз қалауларыңыз бойынша ішіне начинка салуға болады. Бетіне жұмыртқа жағып, пеште 180-200 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне булочкаларымыз жұмсақ, әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өзімде бір жасағаннан шықты. Алдағы уақытта көптеп рецепттер болады. Сол себепті арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.